Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіз. Сірке суы үй шаруасындағы әйелдің таптырмас көмекші құралы. Оны асқа қосып, дәмін келтіруге, дақтарды кетіруге, кір жууда, тіпті жөтелмен күресуде қолдануға болады екен. Әмбебап сірке суының басқа да қасиеттермен таныс болайық. Сонымен, әр ас үйде табылатын қарапайым сірке суы сізге мынандай жағдайларда көмекке келе алады. Бірінші, арамшөптермен күресте сірке суын қолдануға болады. 40% сірке суын сумен араластырып, арамшөптер көп өскен жерді суарыңыз. Екінші, терлегенде киімде қалатын сарылау дақтарды кетіру үшін дақтарды 10 минутқа ақ ас сірке суына малып қойыңыз. Артынан киімді жуып жіберсеңіз, дақтар оңайлықпен кетеді. Үшінші, сірке су көмегімен жөтелден тезірек сауығуға болады екен. 1 стақан жылы суда 1 ас қасық алма сірке суын ертіңіз. Ертіндімен тамағыңызды шайқаңыз. Төртінші, сірке суы шаш саулығы мен сымбатына да жақсы әсер бере алады. Шашты жуып, артынан оны алма сірке суының ертіндісімен шайыңыз. Бесінші, бұлшық еттің ауруын басуға да сірке суы көмектесе алады. Көп жүріп, қатты шаршаған күндері адамның бұлшық еттерінде сүт қышқылы көп жиналып қалады. Бұл ауруды 20 минуттық сірке суының компресі баса алады. Алтыншы, жиі жағдайда заттың баға белгісін байқатпай алу өте қиын болады. Ол үшін шүберекті жылытылған ақ сірке суына малып, баға белгісіне басыңыз. Ол оңайлықпен кетіп, жабысқақ іздерді қалдырмайды. Жетінші, тотталып қалған кішкене заттарды сірке суының ертіндісімен қайнатып, артынан сумен шайып жіберіңіз. Сегізіншісі, көгерген иістен арылу үшін тоңазытқыш, сөрелер үшін сірке суына малынған шүберекпен сүртіп шығыңыз. Тоғызыншысы, шәйнектің қақталған дақтарынан арылу үшін оған сумен бірге сірке суын қосып қайнатыңыз. Оныншы, тағамның дәмін құртып алсаңыз, алма сірке суын қолдансаңыз болады. Мысалы, тым тұздалған не бұрышталған сорпаға 1 шай қасық алма сірке суын қосыңыз. 11. Кір жуғыш машинаның ішіне 0,5 стакан сірке суын қосып жүрсеңіз, киімнің түсі ұзаққа сақталады. 12. Ас сірке суымен бөлменің сөрелерін сүртіп, әр жерге шашып қойсаңыз, бөлмедегі ауа тазарып, жағымсыз иістер кетеді. 13. Жаққышта қатып қалған бояуды қайнаған сірке суымен кетіріп көріңіз. 14. Ақылықтан арылу үшін қант кесегін сірке суына малып, жеп алыңыз. 15. Шыны ыдыстарды, әйнек есік терезелерді сірке су ертіндісімен таза қылып сүрте аласыз. 16. Жақыныңыз сыйлаған гүл шоқтарының ғұмырын ұзарту үшін 1 литр суға 2 ас қасық сірке суын қосыңыз. Осы суға қойылған гүл ұзағырақ сақталады. Ақпарат ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.